Kekis çakırış. Jastara görсөйүкчү, бірақ дұрыс кекис. Мен бүгін мына кісіге риза болдым. Шын қуанып жүр ғой. Нұрсұлтанның тойын көтеремін деп бағаланып ортада билеп те жатыр. Ән айтсақ әнімізге қосылып та жатыр. Алла риза болсын аға. Сізде шаңырағыңыз осында той болсын. Мына жерде қатты қинайтын ойын емес аға. Жастармен бірге. Сіз әлі жап-жассыз, қайықта чалса, жап-жассыз. Құдай башқа, красавчиксіз. Ағамның напарнигі. Жоқ, жүгінмейсіздер. Ағалар частыр ма? Кеңші аға. Сіз ғой кеңші аға болса қойын. Кеңші аға. Рахмет. Мана жерде аға жүгірмейсіздер. Жастармен бірге жарыспайсыздар. Просто турник, антимани ештеңе керек емес аға. Көкпар, ол да керек емес аға. Мен қазір бейдей. Напарник қыламын, сіздер екеуіңіз напарниксіздер. Екеуің напарниксіздер. Екеуің, сендер екеуің. Екеуің бір-бірі шындырш. Камералар ортақ босатсаңыздар. Мана жерге тұрдырш екеуің бір-біріңе қарап. Бір-біріңе қарап. Аха, келесі жүр. Ой, жүптеп болған. Күштеген ол. Сосын сіздер. Аға сіздер мен жерді тұрдырш деген пайда жерге тұрып. Мына жерге бір-бірлеріңізге қарап. Ағама қарап тұрасыз аға. Ағамы сыйлағаннан кейін махаббатпен өзіме қарайыншы кетеді кәдімгідей. Енді мына жерде төрт жұп билейік жігіттер. Бірінші сәтші сынау болады. Кәсіпкерге бір әріп айтамын, немесе жануар айтамын, немесе бір зат айтамын. Соны жұп-жұп болып ұйымдастырасыздар. Мысалға, жылқы десем, жылқы боласыздар бірге. Бірақ бірге істеу керек соны. Кім қаттырақ ұйымдастырады, кім қаттырақ ұстастырады, сол кісілер. Мына кісі сол ойда жүр ғой, тойдың ортасында. Ағама напарник бар ма? Ағам қиямат көрші. Кім? Аға, кейіш, ұлан аға. Кейіш ортаға. Бір болсақ қойшы ұлан ағама, кейіш ортаға. Міне екеуіңіз таза ашық болыңыздар, Құдай болсын екеуіңіз. Ағындарыңызға как болсын екеуіңіздер. Жаңа түсіндіңіздер ма, иә? Любой жануар, өсімдік, любой нәрсе айтам, соны ұйқастасаңыздар болды. Бірге ғана, екеуіңіз ғана. Жүп-жүп бол, бірден араласып кетіңіздер. Қазір өз қойдай, тегеде соқтайды, мен бір нәрсе айтам, соны істейсіздер бол. Кім көбірек ұстастырады, сол қалады, өтіп істегендер отырады. Мына жақта мен бермеймін дауысы, ағайын туысы бәрі қарап отырып осы кісілер береді. Дайынбыз ба, тойды қыздырайық, жандандырайық. Ал кетіп, би болсын! Жылқы, лошадь, жылқы. Опа! Опа! Мына екеуі мазар, тұрып тұра береді. Аға, қандай жылқы? Айғыр ғой. Базарда семіз жылқы керек. Бірақ сендер қандай жылқы? Мына біліп алғанын не? Жылқы деген не болмайды, жүп-жүп болып. Сендер қандай жылқы? Жылқы. Қандай жылқы? Молодец. Сен түс, сен жәңге болғысың, ондай емес. Жылқы деген мынандай болады. Сен қай жерсің жылқының? Сен қай жерсің деген жылқының? Сен қай жерсің? Жанда денесі демейсің арты дегеніз. Дәл осылай, дәл осылай. Ал келесі кетті, билейміз, шаршамаймыз. Тоже репетиция болған. Сиыр салып отырған келін. Сиыр салып отырған келін. Сиыр салып отырған келін. О, мынау әні. Челегімен келді, челегімен прямой келді. Молодец. Қай жерін салып отыр, братан? Мама кісінің сүтті базарына қойген. Сүтті кес аға. Сүтті кесте матыр саға салып олады. Бір қолсақ қойында шағалама, красавчик жігіне, ақ салысы батыр. Осылай дәл. Келесі енді онша емес дегенді сұрамыз. Ал кетті.
гитара. Братан, несі кімекті? Не істеп отыр ма? Жоқ, сіздер шықпайсыздар. Жоқ, мен ағаларға сізге ризамын. Жоқ, сіздер имансыз нормально. Оны әйт тартып, бірақ қаян тартып сізге. Естіп атсыз, жоқ қой. Міне гитара, қол соқ қойыңыздар. Мен енді мына жерде екі досына қол соқ қойып, кепкейген родной эфирге рахмет. Дастарханға жайғасаңыздар. Біреуді қайдаламай, әркім өзінің фантазиясы бойынша. Үш жүк қалды, давайте аға. Сіздер финалдастар. Жиналыстар. Жылан, змея. Жылан. Мына жылан сүйіш. Мына сүйіш. Мына жерге қараңдаршы жігіттер. Мына бағана обедте бірдеңе жеген мына жыланшы. Мына жеген енді қортамай қалған мына жерде тұрған әлі тұр. Бұл кісілер нормально, сен шынбалайсың. Дәулет, не істеп отырсың деген? Не істеп отырсың деген? Барат, сен қандай жылансың? Рахмет, ана су жыландар. Су жылансың ба? Бір қозақ қойыңдар су жыландарға. Рахмет, мына жерде бейдей кішкене салмақ-салмағымен алып қалай. Мына жерде екі досы, Сужан, екеуі рахмет. Бірақ қандай жерде жақсы. Үлкендер алып алған жайы бар. Үлкен салаға алып рахмет. Төрдегі салаға қана жегетіш бар. Мына жерге. Арыстан дейді. Арыстан деген жігіт. Аға, соңғысы Абдушестиге сіздер финалдасыздар. Ал кетті! Шапалақ дегенде шәріп. Не істеп отырсыңдар ма? О, міне логика. Шыға ұқсай ма? Ұқсай ма? Екі ағама қол соқ қойыңдар. Бір қосақ қойыңдаршы, екі бауырына. Рахмет, жігіттер еңбектеніп жатыр, базар жоқ, еңбектерін сыйлаймын Абдушестиге. Рахмет, дастархан барысына. Рахмет. О, финалдағы екі ағама қол соқ қойыңыздар, я не ожидал, что жастардың ішінде осы екі шығады. Ағам яқа шықшы. Сол жағаға. Атыңыз болады? Ұлан ағам мен Асылбек аға, кеңші мына жерге аға. Ұлан аға, жайын отырасыз ба? Енді екі ағама сұрақ қоям. Кім орнында, кімде жауап береді, сол главный приз болады. Менің қолымда екі әріп бар аға. Біреуі Ж, біреуі С. Қайсы таңдайсыз? Ж. Құтты болсын. Мен қазір қандай сұрақ қойсам да сол әріп бойынша жауап бересіздер. Атыңыз? Жандос. Қайдан келдіңіз? Жамбылдан. Немен келдіңіз? Жаяу. Аяғыңыз размер? 7. Нормально. Үстіңіз размер? 78. Жеңгеме дейін қанша қызбен жүрдіңіз? 7. Біріншісінің аты? Жансая. Екіншісі? Жібек. Жібекпен не істеген ұнайды? Жүрдік қой. Жүрген соң не істеген ұнайды? Жүрген соң не істеген ұнайды? Жамылдық. Жамылған соң не істеген ұнайды? Жай келеді. Жамылған соң не істеген ұнайды? Жабыстық. Жабысты дейміз. Мына кісіге тоқтат біздің біраз нәрседен сұратыңыз. Иә. Сәрсебек. Қайдан келдіңіз? Сұлтыр. Немен? Самолетпен. Аяқтың размері? 85. Нормально, қарыңға сәйкес келіп тұр. Жеңешемнің аты? Сәуле.
Сәулемен не істеген ұнайды? Ана кісі трактор ойнап не істеген ұнайды? Рахмет, неге ағама, Асылбек ағам, Ұлан ағама қол соқпай қойшы. Рахмет сіздерге. Ағалар, рахмет, Алла риза болсын сіздерге. Тойдың сәні болсыздар, Алла риза болсын сіздерге.